Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Әйелдің энергетикасын және әйелдік шарм дейді ғой. Осындай қабілеттерді қалай арттыруға болады? Білесіздер, біз өте эмоционалды адамбыз және әйел адам өзі әдемі болып жүргенді қалайды. Ол біреу үшін емес, өзі үшін. Сондықтан таңертең тұрғанда әр әйелдің өзінің ритуалы болу керек. Мысалы, менің ритуалдарыммен бөлісіп өткім келеді. Мен таңертең тұрғанда міндетті түрде бет қолымды жуып болған соң міндетті түрде су ішемін. Су ішуден бастаймын. Одан кейін мен боянбай, өзімді қалыпқа келтірмей, күшті киімдерімді кимей, ешқандай жұмысты бастамаймын, себебі көңіл күйім болмайды. Егер менің бір өзіме көңілім толмай тұрса, мысалы шашым май-май, түрім онша емес болып тұрса, менде энергия болмайды. Мүлдем жұмысқа, ештемеге құлшынысым болмайды. Естественно, енді таңертеңгі, яғни өзімнің ритуалдарым бар, яғни бет күтімі, шаш күтімі, оған да көп уақыт кетеді. Мысалы, білесіздер ғой, әйел адамда мынадай крем, андай крем, в общем, өте көп. Сондықтан қандай жағдай болса да, қандай уақыттарыңыз тығыз болып тұрса да, бірінші өзіңізден бастаңыз. Ең әдемі киімді киіңіз, жаңа киім киюге тырысыңыз, сосын ескі, жыртылған, краскасы оңып кеткен, бір пятналар бар киімдердің бәрін тастау керек. Себебі олардың бәрі әйелдің энергетикасын төмендетеді. Сосын мысалы, сіз әдемі болып құлпырып жүрсеңіз, жолдасыңыз сізге қарап подстраиваться етеді. И бір жағынан қуанады, менің әйелім қандай сұлу, өзін күтеді деген сияқты да. И сіздер білесіздер, ер адам көзімен, әйел адам құлағымен жақсы көреді. Біз көбінесе жақсы сөздер естіп, мақтау естіп, осылай естіген сайын біздің энергетикамыз жоғарылайды, жақсы гормондар жоғарылайды да. И осындай жақсы, мысалы, мақтау естігеннен кейін көңіл күйіміз жоғары, билегіміз келіп, жұмыс істегіміз келіп, үйді генворка істеп, осылай жасағымыз келіп кетеді. Сондықтан бұл менің өзімнің лайфхакым десем де болады. И осындай күйде өткіземін, мысалы. Егер кейде болады, енді шаршайтын күндерім болады, кейде мүлдем зауқым болмайды, енді сол кезде де өзіме уақыт беремін. Жарайды, енді зауқым болмай тұрма, жарайды, онда давай сен жарты сағат жылап ал, или просто бір сағат тупо жат, ештеме істеме, или обедке дейін ештеме істеме, да. Енді сондай выгораниялар болады, мысалы жұмыс, бала, тамақ, мен еще магистратурада оқимын, 2 бала да садикке апару керек, соның бәрін үлгеру үшін кейде выгорание болады. Шыны керек, соның бәрінен құтқаратын мені бояну, әдемі киіну, билеу да. Мысалы, мен если өзімді күтпей, шаштарым май-май жаман болып тұрса, мен билеуге мүлдем зауқым болмайды, көңіл күйім болмай солай болады. Бірінші өзімді күтіп, уходтарымды жасап, боянып бастағаннан кейін уже қараймын, кішкене көңіл күйім көтеріліп келатыр. Билеп осылай. Сосын осы дайындалып шыққан нем күні бойы кешке дейін маған энергия береді. Яғни жақсы жүруге, яғни көңіл көтеріңкі болуға, яғни прогрессивті жұмыс істеуге да. Сондықтан бұл мен қолданатын лайфхактар. Егер сіздерге пайдалы болса, каналыма жазылып кетіңіздер. Қазақ тілді контентті қолдау үшін лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер қандай лайфхак қолданасыздар, маған жазып кетіңіздер. Менде де болады кейде выгорание, мысалы, сенбі, жексенбі күндері шаршап, ештеме істемей, бірақ үйде жұмыс толып тұрады, сол кезде жұмыс істеп. Сіздер, мысалы, қандай лайфхактар қолданасыз әйелдік энергетикаңызды көтеру үшін? Сау саламат болыңыздар.